байқаған адам білсе керек, күлкі өз бір мастық екенін. Әрбір мас кісіден ғафил көп өтетұғынын да, әрбір мастың сөйлеген кезде бас ауыртатұғынын. Бұлай болғанда, күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не бір ұят келерлік істен құр ғафилдік көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилдік көп өткізіп, өлмеген кісінің не дүниеден, не ахиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақлықтың түбі кәніш болса керек. Енді бұлай болғанда үнемі уайым қайғыменен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жаны шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығыңа, уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздығынан құтыларлық орынды харекет табу керек, һәм қылу керек. Әрбір орынды харекет өзі де қайғыны азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа қайғыны, орынды харекетпен азайт. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзі де бір ант тұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме, ыза болғаныңнан күл. Ызалы күлкі өзі де бір қайғы. Ондай күлкіге өзің де салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқандығына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылықтан тапқандығын ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, орныменен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ. Оның ішінде бір күлкі барау. Құдай жаратқан, орныменен іштен, көкіректен, жүректен келмейді. Қолдан жасап, бет аузын жөндеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемшілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұ дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қырықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнінде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау еңбек қылсаң, қара жерді береді, құр тастамайды.